Бәріңе сәлем. Біз өзімізді барлық жерде қауіпсіз сезіне алмаймыз. Үйде, көшеде, дүкенге барар жолда, әсіресе түнде жүрген кезде қорқынышты. Артымыздан біреу қарап жүрген сияқты. Бірақ сіздердің араңызда үйінде иті бар адамдар болса, сіздер ештеңеден қорықпайсыздар. Сенімді дос, яғни ит сізді қорғауға әрқашан ұмтылады. Бірақ егерде ол өте кішкентай ит болмаса әрине. Иттің қандай тұқымы, яғни породасы сенімді қорғаушы болып саналады деп сұрайтын шығарсыздар. Бұл видеода біз осы туралы айтамыз. Сонымен сізді қорғай алатын иттердің 10 породасы. Кеттік! Стандартты шнауцер. Бұл иттер отбасыңызға махаббатпен қарап, отбасыңыздың мүшесі болуға тырысады. Оларды үйрету өте оңай. Әрдайым иесіне өте бағынышты. Өзге адамдармен және өзге иттермен қарым-қатынасы жақсы. Олар өте сирек ашулы болады. Бірақ сондай-ақ бұл иттерде интеллекті, яғни ойлау қабілеті жақсы дамыған. Олар оп-оңай кімнің дос, кімнің жау екенін анықтай алады. Сондықтан да шнауцерлер жақсы күзетші және қорғаушы болып табылады. Егерде сіз бір итте сенімді дос пен батыл қорғаушыны біріктіргіңіз келсе, меттегі шнауцер тамаша таңдау болып табылады. Бульмастиф. Қосылыңыз, бұл иттің өз аты ғана қорқыныш сезіндіреді. Бірақ та қорықпаңыздар, бұл иттер өзінің отбасына және олар сенетін адамдарға тез үйреніп кетеді. Иттер табиғаты бойынша тыныш және ақ көңіл болып келеді. Сонымен бірге олар ержүрек және әрдайым иесін қорғайды. Бұл иттердің қауіпті жағдайдағы әдеттегі жауабы денесімен тоқтату. Егерде бұл пайдасыз болса, ол міндетті түрде қылмыскерді ұстап алып, сіздің қылмыскерді босату туралы бұйрығыңызды күтіп ұстап тұра береді. Бірақ бұл ит адамды ғана қорғайды. Сіздің жеке заттарыңызға бұл ит немқұрайлы қарайды. Сондықтан бұл иттердің тұқымы үй қорғаушысы болуы әрдайым емес. Үлкен пиренейлік ит. Мынаған қараңыз, не деген аппақ ит. Бұл ит шынында да өте әдемі емес пе? Бұл мейірімдік пен батылдықтың барлық белгілері бар сәнді аппақ сұлу ит. Теңдесі жоқ мінезі және өте жақсы қасиеттері бар. Бұл иттің танымалдылығы ол үйдің қорғаушысы және сонымен бірге үйдің сүйіктісі болып келеді. Бірақ та бұл итке қалалық пәтер кішкентай болып келеді. Ал үйіміздің ауласы оған ең жақсы орын болып табылады. Ол еріктікте жүрсе бұзық, бірақ өте көңілді болады. Егер де сіз қаладан тыс жерде тұратын болсаңыз, бұл ит сізге арналған. Қытайлық шарпей. Қытайлық шарпейді көрген адамдар болса, оны ұмыта алмайды. Бұл ит сатып алмастан бұрын ойланыңыз, сізге ит не үшін керек? Шарпейлерді үйді күзететін мінсіз күзетші ретінде алуға болады. Олар дегенмен өз отбасымен мейірімді болғанымен, бірақ солай да олар басқа адамдарға мұқият және сенімсіздікпен қарайды. Мұндай иттің тұқымы басқа иттерге өте агрессивті. Таза ауада немесе көшеде жүргенде ол басқа иттерге және иесінің жанында жүрген адамдарға сенімсіздікпен қарап жүреді. Шарпейлер табиғаты бойынша аулалық ит емес. Олар пәтерде немесе үй ішінде өсіріледі. Сондықтан олардың сізді немесе сіздің үйіңізді қорғау оларға қиындық тудырмайды. Үлкен швейцариялық таулы ит. Бұл үлкен, мықты, өзіне сенімді ит әртүрлі жұмыс түрлерін орындағанды қатты ұнатады. Олар арба тасымалдап, қой, мал жайылымын бақылап және әртүрлі ауыр заттарды тасымалдай алады. Және бұл иттер сынақтарға қатысады, сапарларға шығады, тау саяхатына, яғни походқа шыға алады және иелермен альпинизммен шұғылданады. Бұл иттердің тұқымы адамдармен тіл табысып қарым-қатынаста болғанды ұнатады. Бірақ та бұл иттерді үйреткенде сабырлы болу қажет. Өйткені бұл иттер үйреткен нәрсені бір апта тіпті бір ай үйренуі мүмкін. Содан соң бұл иттер үйреніп болған соң, яғни ненің жақсы ненің жаман екенін білгеннен кейін осы итке көп уақыт жұмсағаныңыз үшін өкінбейсіз. Тибетский мастиф. Ал бұл сирек кездесетін ит. Бұл итті өмірінде кездестірген адамдар өте аз. Тибетский мастиф ақылды, өзін-өзі сыйлайды және өзінің ар-намыс сезімі бар. Сондықтан бұл ит үй жануар сияқты емес, өзіңмен тең досың сияқты қарым-қатынаста болуың керек. Тибетский мастифке балалар не істесе де олар өзінің отбасындағы балаларға төзімді. Олар сізді және сіздің үйіңізді қорғауға өте жақсы ит болып саналады. Тағы да олар қорғанысқа арналған тамаша ит. Егер де сіз жиі қонақтар күтетін болсаңыз, бұл ит сіз үшін емес. Өйткені тибетский мастиф сіздің үйіңіздегі және сіздің айналаңыздағы адамдарды шектеп тастауы мүмкін. Анатолийская овчарка. Бұл ірі және мықты, жақсы көретін көзімен есту қабілеті жақсы ит, жайлаудағы малдарды қорғауға арналған. Бұлардың жақсы тәрбие алып, малдарға ненің қауіп төндіретінін, ненің қауіп төндірмейтінін білген өте маңызды. Егер де сол жердегі жағдай қажет етсе, олар иесінің бұйрығын күтпей өздері қажет ететін нәрсені істейді. Олар қорғайтын аумақты, қорғайтын жерді міндетті түрде қоршаумен қоршаланып тұруы керек. Еркіндікті жақсы көретін ит қашып кетпес үшін. Айтпақшы, дайын болыңыздар. Бұл иттер сіздің қаншалықты мықты, сабырлы екеніңізді сынайды. Себебі бұл иттер доминантты, яғни басымды болып келеді. Сондықтан да тәрбиелегенде абай болыңыз.
Доберман Пинчер бұл жігерлі иттің тұқымы басқа иттердің тұқымына мұқият қарайды. Батыл ештеңеден қорықпау бұл итті нағыз қорғаушы етіп көрсетеді. Табиғаты бойынша доберман ашулы ит емес, мойынсұнғыш, иесін тыңдайтын, иесіне төзімді және иесіне өте адал. Доберманды адамдар агрессивті және ашулы ит деп атайды, бірақ оларды тыңдамаңыздар. Әдетте олар өзінің отбасына айқын қауіп-қатерді көріп тұрса ғана шабуыл жасайды. Статистика бойынша бұл иттер басқа күзетке арналған иттерге қарағанда адамдарға сирек шабуыл жасайды. Канекорсо қосылыңыз, мықты денесімен бірге маңызды түрі адамдарға қорқыныш сезіндіреді. Басқа адамдардың Канекорсоның жанына жақындап еркелету және оны сипау ойына да келмейтін шығар. Оның ең басты жақсы мінездерінің бірі ол оны қоршаған адамдарды және жануарларды кімнің жақсы, яғни свои, және кімнің жаман, яғни чужой екенін анық біліп екіге бөледі. Бұл өзін-өзі ұстай алатын ит, егер де ол өзінің жеріне шекарасынан басып кірген адамды немесе итті көрсе өте ашуланып, өзінің қалауымен іс-шара қолданады. Иесінің бұйрығынсыз қылмыскерді ұстайды. Неміс овчаркасы бұл ит адал дос. Оның мінезі туралы өте көп уақыт айта берсе болады. Және де тек жақсы жағын ғана. Таза қанды немецкий овчаркаларда ешқандай жаман мінез толығымен жоқ. Бұл адал иттің өмірдегі жалғыз ғана мақсаты иесінің пайдасы үшін, иесі үшін қызмет ету. Бұл ақылды иттер жамандықты сезіп, жамандықты тоқтату үшін өздігінен іс-шара қолдана алады. Басқа сөзбен айтқанда, егер сізге жаман адам қауіп төндіріп тұрса, бұл иттердің тұқымы сіздің шақырғаныңызды күтпейді. Ол өзі сізді қорғауға кіріседі.